Сәлеметсіздер. Бұл сабақта біз файл жол ақпараты туралы айтамыз. Бұндағы жол деп айтып отырғанымыз ағылшынша pass деген сөз. Ал енді бұл екіге бөлінеді: absolute pass және relative pass деген. Енді absolute pass деген абсолюттық жолы, яғни дисктегі жолы. Мысалы, D дисктің ішіндегі курс деген файл қалтасының ішіндегі сәлем текст деген файл, осының жолы болады. Ал енді relative pass деген бұл салыстырмалы жол. Салыстырмалы жол деген енді осы D дисктің ішіндегі бір файл қалтасының ішінде тұрған болсақ, соған қарата салыстырмалы түрде бір рет шегініп, сосын барып курс деген файл қалтасының ішіне кіріп, одан кейін сәлем текстке жете алады. Бұл енді салыстырмалы жол. Сосын жол ақпараты деген, мысалы, файлдар қалтасы. Мына курс деген осының файлдар қалтасы болады. Мына тексти деген файл форматы болады. Содан кейін сәлем деген файлдың аты. Енді осыларды біз анықтап біліп алуымыз керек. Енді бұлар кейінгі осы файлмен жұмыс істегенде өте қажетті білімдер. Біз алдымен файлдар жол туралы біліп алайық. Ол үшін Win кнопкасына әсті басып PowerShell ашамыз. Бұл енді бұйрық терезесі. Бұны ашқаннан кейін біз компьютердің столчесіне баралық. CD desktop деп. Аласыз міне. Енді егер сіздің компьютеріңіз Windows 7 болса, онда осы PowerShell жоқ. Онда сіз қалай істейсіз дегенде Win-ға әрді қосып басып, сосын CMD деп жазып, OK десеңіз, мына қара бұйрық несі ашылады, терезесі ашылады. Енді бұл екеуінде не айырмашылық бар дегенде, мынанда CD desktop деп кіріп алайық. Бұл екеуі мынау Windows-тың бұйрықтары ғана істейді, ал мынада Linux-тың бұйрығы да істейді. Бұны дәлелдеу үшін mkdir курс деген бір файл қалтасын құрып алайын. Енді құрып алғаннан кейін, мысалы енді қараңыз, мынада ls десем, осы десктоп, яғни компьютердің жұмыс столындағы файл қалтасын немесе файлдарды көрсетіп береді. Мынада қазір курс деген файл қалтасын көрсетіп отыр. Ал енді мынаған ls деп жазсам істемейді. ls десеңіз істемейді. Ал dir деп жазсаңыз, бұда сол ұқсас көрсетіп береді. Курс деген файл қалтасын көрсетіп береді. Ал енді мынаған dir десеңіз, онда істейді. Жаңағымен ұқсас осындағы файл қалтасын көрсетті. Ал енді clear десем, тазалайды. Ал мынаған clear десеңіз, істемейді. cls десеңіз, бұда ұқсас тазалайды. Ал енді мынадан қайта көрейік, cls десеңіз істейді. Демек, мынау Windows-тың да, Linux-тың да жаңағы бұйрықтарын бірдей таниды. Ал мынау тек қана Windows-қа арналған. Сондықтан компьютеріңізде PowerShell болса, соны істетіңіз. PowerShell қолданыңыз. Енді біз қазір осыған кірек, CD деген осы алға қарай жүру, яғни мына файл қалтасының ішіне кірмекші болсаңыз, CD, сосын бос орын, одан кейін сол файл қалтасының атын жазсаңыз болған. Одан кейін Enter басасыз. Міне қазір курс деген ішіне кірдік. Енді мен осының ішіне бір сәлем текст деген бір файл құрып қояйын. Енді мен мынаның қасында тағы да артқа бір шегінейін. CD, екі нүкте қойып, мына сызықты қойсаңыз, онда артқа қарай шегіну. Десктопқа қайта келдім. Енді осы араға тағы да бір mkdir бір файл қалтасын құрайын. Мысалы, сынақ деген. Сосын әліз. Енді қайтадан курске кіріп, курс. Қазір біз курс деген файл қалтасының ішінде тұрмыз. Онда осылай біз енді сынаққа кірмекші болсақ, онда біз CD, сосын C дисканың ішіндегі, сосын users деген файл қалтасының ішіндегі Microsoft, оның ішіндегі desktop деген ішіндегі сынақ деген
сынақ деген файл қалтасына кірсек, онда интерді бассақ болады. Біз осылай кіруімізге болады. Ал енді біз қазір сынақ деген файл қалтасының ішінде тұрмыз. Онда курске қарай кіреміз дегенде cd, сосын және де ұқсас. Егер біз былай жазатын болсақ, бұл абсолюттік адрес болады. Ал енді мен былай да жазуыма болады. cd 2 нүкте, сосын курс. Мен осылай жазатын болсам, онда бұл жаңағы релатив, салыстырмалы жол арқылы, мынау абсолюттік жол арқылы. Яғни десктен басталады. Яғни C деск, соның ішіндегі users деген файл қалтасы. Осылай кеткен, бұл абсолюттік жолы, мынау салыстырмалы жол. Яғни сынақтың ішінде тұрғанда біз салыстырмалы түрде артқа бір шегініп, яғни мынаның ішінде тұрмыз, артқа бір шегінеміз, міне. Артқа бір шегініп, сосын барып курске кіре аламыз. Бұл салыстырмалы. Ал енді тіке мына жеріне қараңыз. Мен мына адрес арқылы cd деп кірсем, онда ол cd деп осы адрес арқылы кіретін болсам, онда ол абсолюттік болады. Біз осыны түсініп алуымыз керек. Енді сабақ мазмұнына келдік. Біз алдымен жаңағы сәлем текст деген файлдың абсолюттік адресін көшіріп келдік. Ол үшін мынаны көшіріп, содан кейін мынаға string pass тең былай жазамыз. Сақтағанның артында сәлем текст деген аты бар. Енді біз айтып өткенбіз, мәтін түрінде мына сызықтың, қиғаш сызықтың өзінің бөлек мағынасы бар. Сондықтан бұның алдына айғұлақты жазамыз деп. Я болмаса мынаны керісіне аудап жазып шықсақ болған. Осы жолды жазған кезде мына сызықтың оңға қисайсын, мейлі солға қисайсын, мағынасы бірдей. Осылай жазсаңыз да болады, я болмаса жаңағыдай айғұлақ белгісін қойып, былай жазсаңыз да болады. Екеуінің ролы бірдей. Біз қазір осылай жазып қойдық. Енді біз файл информацияларын оқып, мысалы мынаны алып шығалық. Біз әрқандай бір берілген файл жолындағы файлдар қалтасын алалық. Сосын файлдың атын алалық, сосын файлдың форматын алалық. Біз осыларды алдыңғы сабақ мазмұндармен бірлестіріп жазып шығалық. Біз мынаға дейінгі файл тұрған файл қалтасын қалай аламыз дегенде, біз ең соңғы мына қиғаш сызық тапсақ болған. Онда біз индекс неге тең дегенде pass, сосын last index of. Ең соңғы кездескен рет нөмірі. Онда біз мұнан қарасақ 9 түрлі аттас әдісі бар екен. Соның ішінде string дегенде бар, string value, сосын міне неше түрлісі бар. Ал бізге керегі мынау белгі ұшыраған. Енді бұл бізге бір индекс қайтарады. Яғни осының ең соңғы, осының тұрған рет нөмірін қайтарады. Содан кейін барып біз string dir деп сақталық директорий. Енді pass substring дегенде start index until length деп отыр. Онда біз нөлден басталады бұл. Содан кейін length қаншалық ұзындықта дейді. Қаншалық ұзындықта болса, онда мына индекс. Біз онда жалпы осы пастың ұзындығынан алып тастаймыз мына индексті. Егер мына жалпы ұзындықтан біз мынаны алып тастасақ, онда мынау қалады екен. Онда бұл дұрыс емес, сондықтан біз индекс дегеніміз мұнараға дейін айтып отыр. Осы арадағы адресі, сондықтан бұған қосылған бір десек болған екен. Содан кейін console dir алдыңғы сабақ мазмұнымен бірге мына жерге доллар белгісін қойып, dir тең мына улы жақшаны ашып, соның ішіне айнымалы жазуға болады дегенбіз. Енді көрейік. Міне біз ойлағандай осы файл қалтасына дейінгі орынды көрсетіп берді. Енді бұл
файл қалтасын алдық. Енді біз осы файлдың атын қалай аламыз? Мына файлдың атын қалай аламыз дегенде, онда біз мынау файлдың аты. Бұны алу үшін біз ең соңғы мынау менен одан кейін арттан санағандағы кезіккен мына нүктенің арасы осы файлдың аты болады. Онда int point index деп қояйық. Неге тең деген кезде бұл да ұқсас, арттан санағанда pass last, арт ең соңғы кезіккен last index of, ең соңғы кезіккен нүкте. Енді бұның адресін index string file name, файлдың аты, онда pass substring неден бастап дейді. Мына индекстен бастап, индекс қосылған бірден бастап дейміз. Индекс қосылған бірден бастап, мына point index алынған, point indexке дейін десек болған дұрыс. Сонда бұл file name шығады. File name тең file name. Мына қазір қате дейді, біз көрейік. Қазір индекс қосылған бір, point index 37. Қазір бұда қате деген қателік шығып тұр. Біз ойлап көрейік. Мынау қазір мұнарадағы білдіріп тұр. Ал енді мынаның ұзындығы деген сөз, мынау қаншалықты ұзындықта кесіп аласың деп тұр. Онда біз әсілі мынаны алып тастағанға деген индексті алынған индекс. Біз осылай жазсақ дұрыс болады. Қалай көрейік. Себебі біз мына аралықтан бастап, мынадан бастап, біз мынаға дейін ұзындықтарын кесіп алуымыз керек. Сонда біз мына тұрған рет нөмірін білеміз, және мына тұрған рет нөмірін білеміз. Енді біз ұзындығын алу үшін мына рет нөмірден мына рет нөмірді алып тастауымыз керек. Сонда біздің кесіп алмақшы болған ұзындығымыз шығады. Біз енді көрейік. Файл name сәлем дейді. Бір сан артып кетіпті, себебі біз мына файл индекс. Енді бұдан алынған бір деміз керек болды. Алынған бір. Осылай жазсақ болғаны. Міне сәлем деп шығып отыр. Ал енді біз мына файлдың форматын қалай аламыз дегенде, string file format неге тең дегенде pass, енді бар басқалай істедік, replace. Біз мынаға дейін алалып отырмыз. Мынауға шейін алалып отырмыз. Ал енді біз мынаны алу үшін мыналарды ауыстырып жесек те болады. Я болмаса replace арқылы ауыстырып жесек те болады. Я болмаса мына нүктені тауып алдық, осының аяғына шейінгі. Яғни pass substring point index, одан мына length жалпы осының ұзындығынан, pass'тың ұзындығынан, pass'тан length алынған point index. Point index'тегі мына нүктені тұрған рет нөмірі, біз жалпы ұзындықтан осыны алып тастадық. Енді негізі бұдан бірінді тағы да азайтуымыз керек. Содан кейін біз көрейік, file format тең file format. Міне, осы файлдар қалтасы, мынау файлдың аты сәлем, файлдың форматы txt деген мынау қате болып кетті. Себебі біз мұнарадан қосылған бір деуіміз керек, біз нүктені алмауымыз керек, нүктеден кейінгісі. Сонда бар дұрыс болады. Міне txt, файлдың форматы txt, мынау файлдың аты, сосын мынау файлдар қалтасы. Біз осылай
осы файл жолының, яғни файл пас, осының информацияларын ала аламыз. Енді бұл біз әр жолы осылай жазып жүрсек, бұл үлкен жұмыс, сондықтан бұның барлығын C# тілінде бізге дайындап берген. Ол using system.io деген осы аттар кеңістігінің ішінде. Яғни енді біз string dir team pass деген жазасыз, сосын get дегеннен кейін dir directory name, онда бар біз мынаны береміз, passты береміз, осының ішіне бұл бізге файл қалтасын тұрған орын береді. Ал енді мынаны тағы жазалық, string file name неге тең дегенде бұда ұқсас pass, сосын get file name, get pass деген бүгін жазылады, но pass деген кластың аты. Біздің мынарада pass деген ол айнымалының аты. Сосын get файлдың тек қана осы файлдың атын алмақшымыз, онда get file name. File name десек, бұл форматын қоса шығарып береді. Сондықтан file name without extension, яғни форматты, яғни пішімі мына тексти деген қосылмаған файлдың атын бер деп отырмыз. Сонда біз осылай жазсақ болғаны. Ал одан кейін string file формат. Бұл неге тең дегенде pass get file формат, get extension деп жазып отырмыз. Extension, оның ішіне passты жазамыз. Енді біз қозғалтып көрейік. Міне, жаңағы біздің файлдар қалтасы, сосын файлдың аты, сосын файлдың форматын шығарып берді. Енді бұларда файлдың форматына нүкте қосып шығарып береді екен. Бізде ұқсас мынарада бірді жазбасақ, нүктені қосып шығарып береді. Осылай жаза берсек болды. Біз бұл сабақта негізінен файлдың абсолюттік жолы мен салыстырмалы жолын түсінуіміз керек. Одан кейін осы системаның бізге берген pass деген классының ішіндегі әдістерді қолдана білуіміз керек. Яғни pass get directory name деп осы пастың ішіндегі ең соңғы файл қалтасына дейінгі орынды көрсетеді. Ал енді get file name without extension деген ол жаңағы файлдың форматы қамтылмаған атын, мынау файлдың форматын көрсетіп береді. Біз осындай өзіндегі дайын әдістерден пайдаланып файлдың ақпараттарын ала аламыз. Бұның ішінде одан да көп нәрселер бар. Мысалы string file full name дейік, яғни толық аты. File full name деген мынаның pass get file name, file name десек, бұл осының форматы қамтылған файлдың аты. Енді бұдан тысқары string және relative pass деген салыстырмалы адресі. Онда pass, сосын get relative pass, салыстырмалы жолы, яғни салыстырмалы жол кімге салыстырмалы түрде дейді. Онда біз мына адрес жазайық. Кімге салыстырмалы түрде. Мына жерде біз сынақ деген файл қалтасында салыстырмалы түрде осы пастың жолын таба аламыз. Мұнарға қосайық, тең ұлы жақша ашып жазсақ болғаны. Міне, екі нүкте курс сәлем тексті. Бұл енді осы жаңағы сынақ деген файл қалтасына қарата салыстырмалы орны. Осы секілді біз системадағы
көптеген дайын әдістерді пайдалана білуіміз керек. Ал енді біз мынарада не үшін жазып жүрмін дегенде, біз алдыңғы сабақта негізінен осы әдістерді бірқатар айтқанбыз, бірақ нақтылы қолдануын білмегенбіз. Енді осы арқылы бір қолданып көрсету болады.